Армысыздар, ардақты ағайын, қадірменді көрермендер, кезекті көкейтесті сұхбат хабары студияда мен Жұлдыз Айсберген. Әр апта сайын түрлі тақырыпта аясындағы сұхбат өткізетін бағдарламасында бүгінгі өз жұмысымыздарымен қарай жалғастырудамыз. Бүгін жалпы біз отбасылық дәстүрмен адал азамат бағдарламасындағы ұрпақ тәрбиесінің рөлі атты қазіргі кездегі отбасы құндылықтар және осы заманауи бағдарлама арқылы бала тәрбиесіндегі адалдық, жауапкершілік және де тәрбиелік ұштастыруға қалай болатындығы және осы орайда адал азамат жобасы арқылы біздің Қостанай облысымызда бірнеше форумда өткізілді. Осы туралы біз бүгін сұхбаттасатын боламыз. Бүгінгі студиямыздың қонағы қоғамдық келісім үйінің бас сарапшысы, яғни студиямыздың қонағы Танытбай Айбек Мырзағалиұлы. Айбек Мырзағалиұлы, студиямызға қош келдіңіз. Қош көрдік. Енді жалпы айтып жатырмыз ғой, адал азамат жобасы қазіргі кезде ең өзекті және де өз атқарып жатқан жұмыстар бойынша үлгісімен отбасылық тәрбие болсын және де атқарып жатқан жұмыстарымыздың үлесі қазіргі кезде көріністі өте жоғарғы деңгейде көрсетілуде. Енді осы жақын арада айтып жатырмыз, отбасы осы адал азамат бағдарламасындағы отбасыға байланысты бірнеше жұмыстар жүргізілді. Толығырақ бізге айтып берсеңіз, адал азамат бағдарламасындағы отбасылық тәрбиеге қалай әсер етуде, жалпы бұның миссиясы не? Жалпы өздеріңіз білесіздер, биыл Қостанай облысы Қазақстан халқы ассамблеясының 30 жылдық мерейтойы. Осы жыл басында біз өзімізге осы адал азамат жобасы аясында алға көптеген жоспарлар қойған болатынбыз. Яғни президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың өзінің ұлттық құрылтайда осы адал азамат жобасы аясында үлкен кешенді бағдарламалар қабылдау жөнінде тапсырма берген болатын үкіметке. Сол білім және оқу ағарту министрлігі осы жоба аясында білім министрлігіне жаңағыдай біртұтас тәрбие бағытын осы адал азамат жобасына ұштастырды. Яғни біздің адал азамат жобасының негізгі жобалық авторы Бекзат деген ағамыз, Қарағанды облысындағы Аманат партиясының төрағасы. Осы кісі өзінің жобасын ұлттық құрылтайда ұсынып, президенттен қолдау тапқаннан кейін әрбір өңірде, жерлерде осы адал азамат жобасы жүзеге асып жатыр. Яғни адал азамат, адал еңбек, адал табыс дейміз. Осы тұлғалар кім деген сұраққа біз өзіміздің жобамыз аясында өскелең ұрпаққа өнегелі тәрбие атты жобамызды қолға алып, биылдың өзінде Қостанай облысының білім беру ұйымдарымен бірге, жергілікті атқарушы органдардың қолдауымен, аудан, қала, ауылдық округтерде 100-ден астам кездесу өткіздік. Өзіңіз айтқанда, жаңа сөз басында айтып кеттіңіз, осы жақында ғана адал азамат ұлт келбеті атты облыстық ақсақалдар форумын өткіздік облыста. Бұл жобаның өзі форумын атап тұрғандай, біз адал азаматтарды, адал тұлғаның, патриоттарды, жастарды тәрбиелеу бағытындағы бір жылда атқарған жұмысымызды қорытындылап, үлкен іс-шара өткіздік. Яғни бұл форумның өзі облысқа зиялы тұлғалар, ақсақалдар кеңесі мүшелері, оның өзінде облыстық ақсақалдар кеңесінің төрағасы Қалқаман Хасенұлы Жақып, облыстық ардагерлер ұйымының төрағасы Батырбек Мұқансалыұлы сияқты зиялы қауым өкілдері екі ұйым арасында үлкен меморандумға қол қойдық. Яғни бұл біздің республикамызда алғашқылардың бірі болып, осы Тобыл Торғай өңірі екі ұйым арасында үлкен меморандумға қол қойды. Осы меморандум аясында біз өскелең ұрпақтарға жергілікті жердегі білім беру ұйымдарында осы адал азамат жобасы аясында үлкен ауқымды жұмыстарды қолға алып жатырмыз. Атқарылып келе жатыр. Алдағы жоспарларымыз, алдағы жылы қаңтар айында біз білім басқармасымен де меморандум қою жөнінде жұмыс жасап жатырмыз. Қазір уақытта біз алдағы уақытта осындай жаңа буындардың, мектептегі жастардың жалпы патриотты болуға, олардың жаңағыдай салт дәстүрлерді дәріптеуге, ата-анаға, үлкенге құрмет көрсету сынды тәрбиелік бағыттағы көптеген ауқымды жұмыстар жасайтын боламыз. Осындай жобаларымыз көп деп айтып кетсем болады. Оның бірі осы біздің қоғамдық келісім мекемесі осы 30 жылдық мерейтой қарсаңында қолға алған жобасының бірі адал азамат, адал еңбек, адал табыс атты облыстық қоғамдық даму басқармасының қолдауымен грант негізінде біз облыс бойынша 8 өңірде фильм түсірдік. Яғни бұл фильм 25-30 минуттық фильм. Бұл арқылы біз Ресей Федерациясымен шекаралас аймақтағы ауылдық округтерде интернационалды семьялы дейміз, жаңағыдай отбасыларды түсіріп,
біз көпшілікке дәріптеп жатырмыз. Оның ішінде жұмысшы мамандықтар бар. Жаңағыдай ауылда отырып, өзінің ауыл шаруашылығын дамытып, мал шаруашылығын болсын, кәсіпті нәсіп етіп отқан отбасыларды, ұрпақ тәрбиелеп отқан жандарды біз жаңағыдай көпшілікке жақынырақ таныстырамыз. Осы фильміміздің өзі біздің үлкен қолдау тапты жалпы. Әлеуметтік желіде кең таралып, республикалық телеарналар, сіздердің әріптестеріңіз де қызығушылық танытып, ол отбасылар жайлы фильмді көріп, эфирлеріне қонақ ретінде шақырғандары бар. Міне өзіңіз айтып жатырсыз, адал азамат, адал еңбек, адал табыс деген өзінің фильмі осы жақында түсірілді. Бізде Рудный осы кеше жақындаған Рудный қаласында түсірілді. Ажгожиновтар отбасы, яғни Снежана мен Қайрат екеуі Алматыда танысқан жас. Снежана өзі Рудный қаласындағы ақпарат айдыны, Рудный дауысы ақпараттық айдында жұмыс жасайды, тілші, әлі оператор болып. Осы қыз түрі басқа болғанмен де жүрегі қазақ деп соққан. Сондай өзі бір ерекше қазақ тілін жетік меңгерген, Алматы қаласының тумасы, жолдасы сол Рудный қаласындағы СГОПО дейміз, жаңағы өндіріс кешенінде кеншілерде жұмыс жасайды, электромонтер болып. Біздің жобамыздың негізгі арқауы болған осы екі жас. Яғни біз айтамыз, Рудный қаласы көбіне орысша деп, ол жерде өзге этностар жаңағыдай қазақ тілін жетік меңгеріп, сол қаланың қарқынды дамуына өз үлестерін қосып жатыр. Соның экономикасына, әлеуетіне, кен өндіріп болса да, біреу ақпарат айдында болса, осындай жастар көп. Біз осыларды үлгі тұтамыз өзгелерге. Осыларға қарап біздің өскелең ұрпақ бой түзейтін болады. Неге десеңіздер, осы фильм өзі кеше ғана осы біз әлеуметтік YouTube арнасына жүктедік. Қазірдің өзінде көптеген қаралым жинап жатыр. Осы сіздерге келер кезінде қараймын ғой, осы TikTokта қанша жинап екен деп. TikTоктың өзінде қазір 16762 қаралым жинаған. Бұл яғни өзіміздің Тобыл Торғай өңіріндегі көпшіліктің жаңағы отбасыға деген, фильмге деген қызығушылық. Осындай біз отбасылар көптеп түсіріп жатырмыз. Енді бұған дейін біз Қарабалық, яғни Ресеймен шекаралас аймақтағы 15 километр шекара шегіндегі ауылында Боқаевтар отбасын түсірдік. Ол жаңа марапат қасымдық, оларды жақын осы форумымызда жаңағы марапаттадық. Сонда 90-ға келген жаңағы апамыздың өзі жаңағы келінін тәрбиелеп отқан келіп, жаңағыдай ризашылығын білдіріп жатыр. Қазақстан еліміз осындай бейбітшілікте, жаңа татулықта өмір сүре берейік. Келінім менің өзге этнос өкілі болса да, біздің дәстүрімізді дәріптеп, ислам дінін қабылдап, өзі жаңағыдай бала тәрбиелеп отыр. Мектепте ұстаз деп жатыр. Ұстаздан шәкірт озат дейді. Оның да шәкірттері қазақ тілін еркін меңгеріп, жаңағыдай ауылдың дамуына өз үлесін қосып жатқан жайы бар. Біз осындай жобалар арқылы біз өскелең ұрпақты жалпы тәрбиелейміз. Бұның өзі бір патриоттық адамдардың жалпы қоғамға үлесін жақынырақ көрсету. Бұрындары назардан тыс қалған тұлғаларды біз қазір осы жылы қаншама жанның жарыққа шығуына, тұлғалардың танылуына, еңбек адамдарын насихаттадық, жұмысшы мамандықтарын насихаттадық. Сондай осы адал азамат жобасы аясында біздің айлап қазақша деген авторлық жобамыз бар. Бұл жобада да біз өзге этностардың жаңағыдай қазақ тілін жетік меңгергенін көпшілікке жақынырақ таныстырып жатқан жайымыз бар. Тамаша, бәрекелді. Осы Айбек мырза, сізге де көптен көп рахмет. Осы ауылдық елді мекендерге бар мүмкіндіктерді мүмкіндікті қолдан ұшырмай, осындай біздің Қостанай облысымызға керемет тамаша отбасылар үлгісін көрсетіп жатқаныңызға. Енді жалпы өзге этнос өкілдері ұлтты айтып жатырмыз, олардың жалпы отбасы құндылықтары, бала тәрбиесіне қалай қарайды деген, қандай тілде, жалпы дәстүрлері қандай екен, сол жағын бір көріңіздер ме? Жалпы бір айтып кетейін, жаңағы бұл жерде біз Қарабалық ауданы Новотроицк деген ауылға оралатын болсақ, жаңағы 90-ға келген анасы бар. Келіні, жаңа Валентина әпкеміз, енді жеңгеміз деп айтайық, енді ауыл әкімі, жаңағы Берік ағамыз, сол ауылды өзі ауыл әкімі, 1000-ға жуық тұрғыны бар, ауыл шаруашылығы дамыған, мектеп бар 2 қабатты. Сол жаңа айтып кеттік, Валентина жеңгеміз жаңағы ауылда шәкірт тәрбиелейді. Өзінің 4 баласы бар. Қараңызшы, қандай тамаша. Яғни өзінің балаларын қазақша ән үйретіп, дәстүрді дәріптеп, үйінде сиыр сауып, одан құрт майын айырып, кәдімгідей түрлі төрттіліктен өнім алып, жаңағыны істеп жатыр. Оны біз суреттерін көріп, үйдегі мұрағат дейміз ғой, суреттерін көрген кезде жаңағыдай еріксіз қуандық. Анасы жаңа батасын беріп жатыр. Бата менен ел көгерер дейді. Жаңағыда ұрпақтарын осындай саналы тұлға болып көргеніне қуанады. Енді апамыздың жаңа жолдасы қайтыс болған екен, соны жаңа осыны көргенде ғой сіздердің келгендеріңізді. Менің келінімді бүгінгі таңда 30 жылдан артық отбасының ұйытқысы болып, шаңырақты түтетіп отқан,
осындай келінімді көргенде ғой деп жаңағыдай батасын беріп жатыр. Осындай тұлғалар көп. Сондай-ақ бізде Рудный қаласындағы жаңағы Снежана мен Қайрат бауырымызда сәбилерін күтіп отыр, осы бірер күнде босанады. Ал Федоров ауданындағы Рима Александровна деген қарындасымыз сол жақта жаңағыдай мектеп директоры. Онда жаңағыдай 5 баласы бар, алтын құрсақты ана деп айтсақ та болады. Жаңағыдай жақында ғана босанып, сол сәбиімізге алып келді, 40-нан шыққан екен. Сол жаңағы өзінің жаңағы қазақи дәстүрді дәріптеп, баланың 40-нан шығарып, біздің өзіміздің салт дәстүрлерімізді дәріптеп жатыр. Осындай біздің азаматтар мен азаматшаларымыз біздің еліміздің мәдениетін, руханиятын, татулықта, бірлікте, кәдімгі дәстүрін дәріптеп жатқан жайлары бар. Бәрекелді, қандай тамаша көрініс. Жалпы енді осы 2025 жылда қанша отбасы барды сіз фильм ретінде өзіндік жоспар бар, мұнша отбасыны біз осы күнге дейін түсіріп тастауымыз керекпіз дегендей. Әлде қалай осы жағын түсініп Енді берсеңіз? өзіңіз білесіз, бұл жерде бір ғана Айбек емес, менің атымда қаншама командалық жұмыстар тұр, әріптестерім тұр. Біз жоспар құрған кезде жалпы Қостанай облысының 8 өңірін қамтитын болдық. Сол жобарымызды біз 100% орындадық. Неге десеңіздер, ол жердегі біз жаңағы жалпы Қарабалық ауданы, Федоров ауданы, Рудный қаласы, Наурызым ауданы, Буровесник ауылдарын қараған кезде біз ол жердегі жаңағы қалай айтамыз, халық санына қараймыз. Түрлі этностардың көп шоғырландыруы бар. Соның барлығын зерделеп қараймыз. Сосын жаңағындай бұрындары жаңағындай танылмаған, бірақ сол ауылда дамуына үлес қосып жатқан сондай тұлғаларды жергілікті атқарушы органының, яғни әкімшілігі, ауылдық әкімі болсын, ішкі саясат болсын, сонымен келісіп, зерделеп, осы жобамызға арқау етеміз. Яғни бұл жерде сценарий бар, оны түсіретін съемочный өзіміздің жігіттері бар. Бұл жерде айтып кетсем де болады, осы эфирдің тізімін пайдаланып. Әріптесім Бақытжан Әлкебаев қазіргі уақытта мобильді, яғни кино дейміз, осы тұрғыда алып түсіріп, осы көзі қырақты көрерменге, әлеуметтік желіге жарыққа шығуына осындай үлес қосқан менің әріптестерім, мен мұны алғыс айтамын. Өйткені бұл жоба 100% толыққанды орындалып, көрерменнің халықтың ықыласына бөленді. Осындай тамаша команда тұрғанда біз бағындырмайтын белес жоқ деп ойлаймын. Жақсы. Әрине, алдағы жұмыстарыңызға тек қана сәттілік тілейміз. Ендігі кезекте негізінен Айбек мырза, алдағы азамат жобасында мектептегі іс-шаралардағы отбасы құндылықтарын қалай жұмыс жасайсыздар? Жалпы мектепшіліктермен де жұмыс жасалына ма бұл? Әрине, жаңа сөз басында айтып кеттік, өскелең ұрпаққа өнегелі тәрбие жобасы деп айттық. Жалпы адал азаматтың бағытында бірнеше жобамыз бар. Осы өскелең ұрпаққа өнегелі тәрбие жобасында біз Қостанай қаласындағы 8 жалпы білім беретін мектеп ұйымдарында кездесу өткіздік. Жалпы облыс бойынша 116 білім беру ұйымдарында кездесу өткізген екенбіз. Біз бұл жерде ер балалармен кездесуді көбірек өткіземіз, өйткені ер бала ол елдің тізгінін ұстап жатқан, кәдімгі үлкен сенім артқан, болашақ үйдің отағасы деп жаңағыдай 9 және 11 сынып оқушыларымен көбірек кездесеміз. Өйткені бұл буыны қатайып, қоғамға үйреніп келе жатқан жас жігіттер. Осыларға біздің аға буын ағаларымыз, зиялы қауым өкілдері өздерінің рухани жаңағыдай дәріптеп, дәстүрді, әкелік тәрбие дейміз, үйдегі тәрбие бір бөлек, мектептегі тәрбие бір бөлек. Бірақ түптеп келгенде біз бір жағадан бас, бір жерінен қол шығарып, қоғам болып, сол тұлғалардың қоғамдық өзінің орын алуына үлес қосу. Осы тұрғыда мен айтқым келеді, біздің ақсақалдар кеңесінің төрағалары, жаңағы Қазақстанның еңбек ері Сайран Балкенұлы Бұқанов ағамыз да өзінің жастарға айтары көп, сондай өзінің пікірімен бөлісті. Өзім Меңдіқара ауданына үлкен шаруа қожалығына, яғни жұмысшы мамандықтар жолдаймыз. Сол қарапайым еңбек адамдармен кездестіріп, сондай бізге қолдау білдірді. Өзі тікелей атсалысып, сол жастармен кездесіп, осындай тағылымды мол рухани кеш өткізді. Осындай тұлғаларды біз әлі де болса дәріптеп, жастармен көбірек өткізе беру керекпіз. Мәселе санда емес, мәселе сапада. Біз тұлғаның, жастардың тұлға болып қалыптасуына біз үлес қосу керекпіз. Қазіргі уақытта әлеуметтік желінің жалған ақпараттың жетегінде кетіп, ұялы телефонға телміріп отқан біздің жастарымыз бар. Бір жат бір ағымдардың жетегінде кетуі мүмкін. Соларды біз қоғамда осындай пайдалы ақпараттармен бөлісіп, олардың жаңағыдай мектеп болсын, колледж болсын, университет болсын, осындай тұлғалардың дұрыс бағытта тәрбиелеуіне үлес қосу. Тәрбие тал бесіктен дейміз, осы тәрбиелердің өзі, жұмыстардың өзі үлкен бір
көмек. Енді осыда жалпы оқушылармен 9-11 сынып оқушылардың сұхбаттасу кезінде, пікірмен алмасу кезінде жалпы енді отбасы құндылықтарды балаға үйретуде қандай ең тиімді әдістерді сіздер қолданасыздар, қалай сіздер оны жеткізесіздер? Жалпы бұл жерде өте қарапайым, ер балалардың жаңағыдай біз бастаймыз, шеберлік сағат өткіземіз. Жаңа түрлі бағытта бөлінеміз. Жаңағыдай бір айтып кететінім, Айдын деген бауырымыз бар, Мәлікұлы деген Федоров ауданында жұмыс жасайды. Сол бауырымыз өзінің жаңағыдай таза былғарыдан түрлі бұйымдар жасайды. Қамыс өру, садақ жасау, жаңағыдай түрлі белбеулер, киімдер жасайды. Сондай өзінің жаңағыдай шеберлік сағатымен жаңағы жастарды, жігіттердің жаңағыдай ой өрісін дамыту бойынша жаңағыдай бөлісті. Бұған жаңағы қарап отырсақ, жаңағы жігіттеріміз өте қызығушылықпен қарады. Жаңағыдай ағай тағы да келесіздер ме, тағы да өткізесіздер ме, бізде қатысайық, жақсы екен деп. Өйткені бізге бір 45 минуттық уақыт аздық етті да. Сондағы біз жастардың, жігіттердің жаңағыдай ықыласын көріп қуандық. Енді бірі Фариза Жоламанова деген қарындасымыз жаңағыдай өзінің жетіген домбыра бойынша, ұлттық аспаптар бойынша жігітке жеті өнерде аз дейміз, сол жігіттердің жаңағыдай әнге, музыкалық аспаптарға ықыласын, жаңағы интерес дейміз, қызығушылығын арттыру бойынша шеберлік сағаттарын өткізді. Бұл жерде біздің жігіттеріміз өнерге ықыласы көп екен. Сол жерде жаңағыдай өздері қосылып, ән айтып, домбыра тартып, домбыра білмесе де үйренуге жаңағыдай ықыластарын білдіріп жатты. Осындай жағынан біз көптеген шеберлік сағаттарын өткіздік. Және Камалов Хасенғали деген ақсақалдар кеңесінің мүшесі ағамыз жастарға жаңағыдай табақ тарту. Қазіргі соғының уақыты ғой, күз уақыты. Ет дегенде бет барыма дейді қазақта. Етке әрине бәрінің ықыласы бар, бірақ сол еттің де өзінің жаңағы мүшелеу, қонаққа тарту, жаңағыдай өзінің көптеген жолдары бар. Бұны да әр ер бала білу керек. Ер бала болашақта әрбір үйдің отағасы, шаңырақтың тірегі. Сондықтан да ер бала жаңағыдай әкесі бар бала бас ұстамайды дейміз қойдың. Осы элементарный сұрақтардың барлығына біз сұрақтарға жауап бердік. Жаңағыдай біз қосымша заттарды алып бардық, жаңағы қойдың бастарын бәрін жаңағыдай көрсеттік. Мынау қойдың басын, яғни әкесі бар бала ұстауға болмайды. Оны көбісі біле бермейді. Қонаққа барғанда жастарға беріп жатады. Ал біз бала кезімізде ақсақалдарымыз, ағаларымыз, үйдегі әкелеріміз қонаққа барғанда қойдың құлағын береді. Жестандай әнші болдық, таңдайын береді. Осындай біз қалыптастық. Ал қазіргі жастарға бұндай ақпараттар жеткіліксіз. Қазіргілердің жастардың өзі де білмейді. Сондықтан да осындай тәрбиелік бағыттағы жұмыстарды біз әлі де болса күшейту керекпіз. Сондықтан да сөзіме арқау болсын. Осы тұрғыда әрбір мектепте, білім беру ұйымдарында жаңағыдай біртұтас тәрбиені алмастырған адал азамат жобасы деген осы адал азамат жобасы арқылы біз еліміздің болашағына осындай патриотты жастарды, өскелең ұрпақты тәрбиелейміз. Осы орайда сіздің сөзіңіздің толықтай келісем, бүгінгі бала ертеңгі еліміздің келешегі деп айтсақ та болады. Міне жалпы сабақ өткізген кезде теория мен практикамен байланыстырады екенсіз. Тек қана құрғақ сөзі ғана емес, практикалық тұрғыда көрсетіп, яғни бейнесін айқындап бере алады екенсіздер. Жақсы, енді жалпы сізде жаңа Айбек мырза енді айтып кеткендей, негізінен тәрбие отбасы мен жаңағы мектеп дедіңіз. Енді мектептігін біз айтты, жалпы шара өткіземіз, жаңағы дөңгелек үстел дегенде оның бары айтылады дегенде, ал ендігі көріп отырған ата-аналарға жалпы отбасылық құндылықтарды бала тәрбиесіне қалай дұрыс бағыттау керек? Біз жалпы осыдан айтып кеттік, құндылықтардағы заманы бағдарлама арқылы балаға адалдық, жауапкершілік және әділеттілікті қалай көрсетуге болады екендігін. Енді мен көзді қырақты көрерменге, оның ішіне ата-аналарға айтатын, жалпы ер балаларды, қыз балаларды жалпы тәрбие талап есіктен деп жатамыз. Үйдегі тәрбиеде айналайын балам, ананы істеме жаман болады, кісінің алдын жолын кеспе дейді жатады. Осындай үйдегі тәрбиелер, айтылған ақыл кеңестердің барлығын балалармен жеке дара сөйлесіп, қашанда болса айту керек. Бұл жердегі қазіргі телефонға телміріп кеткен, әлеуметтік желінің жетегінде кеткеннен кейін көбісі біз ақпарат үйдегі ата-анамен байланыстың өзі сиреп бара жатыр. Таңның атысы, күннің батысы ата-ана жұмыста, кешкі уақытта келеді, балаға 1 сағат бөледі, бөлмес уақыт, оны өзі кешкі асын ішіп демалып жатады. Сол кезде біз балаларға бір рухани қолдау, демеу жетіспей жатады. Сол тұрғыда әке болып ер баламен сөйлесу керек, ана болып қыз баламен сөйлесіп, сырласып, кәдімгідей өзара осындай тәрбиелік бағыттағы жұмыстарды көп жетілдіру керек. Біз қазір кім кінәлі дейміз? Бір нәрсе болса, мұғалім кінәлі дейміз. Мұғалімге кінә тағуға болмайды. Қашанда барлық жауапкершілік бірінші ата-анаға жүктеледі. Ата-ана ол баланың сүйеніші, бала қолғанаты. Сондықтан да біз
ауылдағы кезіндегі ата әженің тәрбиесін көргеннен кейін әлі де болса сол ата әженің қолына жаз кезінде демалыстарда жіберіп тұру керекпіз. Сондағы бала ауыл мен қала арасындағы өмірді байланыстырады. Бізде ауылдағы қарапайым тілмен айтсақ, үйдегі баланы тәрбиелеудің жолы қолға су құюдан басталады. Балам барып қолға су құй, үлкеннен бата ал дейді. Бата менен ел көгерер дейді, жаңбыр мен жер көгерер дейді. Осындай бата алған бала ешқашан жаман болмайды. Ол баланың болашағы жарқын болады. Елді міне алдында жүрген бала қашанда тілгізден аман болып, сол әулеттің, сол елдің бетке ұстар азаматы болып қалыптасады. Менің өзімнің айтарым, әлі де болса ата-аналар осындай бағытқа көп көмек болу керек. Жақсы, жаңағы рухани да айтып кеттіңіз, рухани құндылықтар. Мысалы, бізде Қостанай облысымызда көбінесе рухани орталық, мәдени орталықтар өте көп. Ілияс Омаров атындағы қазақ драма театрын айтсақ та болады. Әрине, өзіңіз айтқандай, бізде көп. Қазіргі уақытта міне Жақанның 100 жылдық мерейтойы. Міне қаншама театрларда қойылым қойылып жатыр. Ілияс Омаров болсын, орыс драма театры болсын, жалпы мынау Міржақып туралы жақсы театрландырған қойылымдар қойылып жатыр, спектакльдер қойылып жатыр. Міне рухани ортаға көбірек бару керек. Жалпы осы біз жақында ғана сөзіңіз аузыңызда мемлекеттік тілге жеті қадам деген облыстық форум өткіздік. Сонда аудан қалалардан келген 100-ге жоқ балалар келді. Сол кезде біз оларды жаңағы Қалқаман Хасенұлы өзінің үлкен басымен 80-нен асса да жаңағы жастарды топтастырып Жақанның ескерткішіне, Ахмет Байтұрсынның ескерткішіне, Ыбырай Алтынсаринның ескерткішіне алып барды. Кел балалар оқылық деп ұрандатқан зиялы қауым алаш қайраткерлері соны мұражайына апарып рухани азық ретінде оян қазақ, көтер басты деп жаңағыдай тәрбиелік бағытта үлкен көрсетті. Мен осындай жағынан әлі де болса жастарды әрбір аудан, әрбір қала орталығында рухани орталықтар бар. Мұражай болсын, мектептегі мұражай болсын, мәдениет үйі болсын, сонда жерлерге көбірек апару керек. Біз сол азаматтардың тұлға болып қалыптасуына үлес қосамыз. Ол жерде ол төрт қабырға шам басып тұрмау керек. Көбірек біз жастарды апару керекпіз. Оның барлығы әрине мектеп қабырғасынан бастап. Жақсы, рахмет. Айбек мырза, енді жаңағы адал азамат, адал еңбек, адал табысты айтып жатырмын, және соның ішіндегі адал азамат пен ұлт келбеті облыстық, яғни ақсақалдар кеңесі форум өткізіп, жалпы енді осының барын қорытындылайтын болсақ, енді яғни әрине үлкен бір жүктеме, үлкен бір жұмыстардың бірі болды, қарбаластардың жұмысы болды дегенде, енді жалпы қорытындылап айтсаңыз, осындай қорытынды сөзбен біз өзіміздің форумымызды қорытындай аламыз, тиімділігі осындай болды дегендей, өзіңізден бір ауыз сөз болса. Не айтып кеттік сөз басында, жалпы осы адал азамат ұлт келбетті облыстық форумы біздің бір жыл бойы атқарған жұмысымыздың нәтижесі. Осы салада біздің қоғамдық жұмыстарымызға белсене қатысып, жастармен түрлі бағытта кездесу өткізген, еңбек ұжымдары, жастар болсын, жұмысшы мамандықтар жолы дейміз, осы орайда үлес қосқан бір топ ақсақалдарымыз оқу ағарту министрлігінің алғыс хаттарымен марапатталды. Облыс әкімінің орынбасарының алғыс хатымен марапатталды. Жалпы бұл кісілерді біз өзіміз тарапымыздан еңбектерін елеп ескеріп, осындай ұрпақ тәрбиелеу жолындағы еңбектерін бағаладық. Енді айтпағым, осындай жұмыстарымыз біздің алда көптеген жұмыстарымыз, мақсат міндеттеріміз алға қойылды. Сөз басында айтқанымыздай, облыстық ардагерлер ұйымы, ақсақалдар кеңесі барлығы ұлттық мүддеге жұмыс жасайды. Біздің идеологиялық жұмыстарымыздың басым бағыттан бірі осы ұйымның мүшелерінен құралған тұлғалармен осындай ауқымды жұмыстарды алда әлі талай кездесулер өткізетін боламыз. 2026 жылғы жоспарларымыз айқындалды. Міне, басты мақсат адал азамат, адал еңбек, адал табыс жобасы аясындағы біз жаңа жобаларды қолға алатын боламыз. Және алда уақытта да өздерінің жоспарларыңызда бар осы. Әрине. Жақсы, рахмет сізге. Енді көріп отырған көрермендерге бір ауыз лебіз тілегіңіз болса, мархабат, камера алдыңызда. Құрметті көрермендер, Тобыл Торғай өңірінің тұрғындары, баршаңызды осындай еліміздегі қоғамдық, мәдени бұқаралық шараларға балаларыңызды қатыстырудан еш жалықпаңыздар. Біздің рухани құндылықтарымыз, тәрбие бағытындағы жұмыстарымыз одан әрі жалғасын таба береді. Осындай жобалар көп болсын дегім келеді. Сіздердің қолдауларыңызға мың алғыс. Рахмет. Сонымен енді Айбек Мырзағалиұлы студиямызға келіп, осы 25 минуттағы міне адал азамат жобасы туралы, оның миссиясы, жалпы қазіргі кездегі көптеген мүмкіндік беріп жатыр екен бұл жоба. Осының нақты бізге үлгісін көрсеткен үшін көптен көп рахмет. Алдағы уақыттарыңызға тек қана сәттілік серік болсын деп айтамыз, табысты жол болсын деп айтамыз. Дастарханыңыздағы дәмнің түсі кетпесін деп айтамыз. Алдағы жұмыстарыңызға тек қана жеміс тілейміз. Ендігі қадірменді көрермендер, осымен берілгенде өзіміздің сұхбатымызда
аяқталды. Ал бүгінгі студиямыздың қонағы қоғамдық келісім ұйымының бас сарапшысы Танытбаев Айбек Мырзағалиұлы. Мен көріп отырғандай көрермендер, бүгінгі енді біз айтылғандай адал азамат жобасындағы басты артықшылықтары және оның осы жақын арада ұйымдастырған форумның өткізу көріністерінде толығырақ біз бүгінгі студиямызда сұхбаттасып үлгердік. Барша көрермендерге рахмет. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.